Шымкент немесе Түркістанда екі стадионның бірінде Өзбекстан құрамасымен жолдастық кездесу өткізіп осы жылды аяқтаймыз. Тексеру керек, ояқта футбол қаншалықты маңызды керек. Ол жақта ертең концерттер ғана өтіп кетпей ма? Наурыз мерекесі деп үстіне киіз үй тігіп қоймай ма ол стадионның? Ол да проблема. Мен ақпаратым бойынша жақында біздің елімізге УЕФАның президенті Чефери мырза келейін деп жатыр. Біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаев мырзаның қабылдауында болады. Артынша Қазақстан футбол федерациясына келеді. Ол уақыт өте келе дұрыс салатын нәрсе. Өйткені Қазспорт қанша жыл ол ютубында тікелей эфирде, прямой эфирде футбол көрсетпеген ғой. Биыл көрсетті және проблемаға тап болды. Өзбекстаннан енді бас төреші шықты. Бізде әлі ондай бір деңгейдегі бір керемет жаңағы әлем деңгейінде Қазақстан танытатын төрешілер шықпады деген бір сауалдар. Қаналиннен сұрадым, Исламбек Қуат қалай деп. Не деп жауап берді? Көңілінен шығып жүр. Шақыртып ал, бересіз ба дедім. Шыңғыс Есенамановпен сөйлессем, ол айтады да, бізде мысалы аға буын өкілі мен жастардың арасында бір кішкене химия болмай жатыр дейді. Сол мүмкін Никита кеткеннен кейін кішкене жеңілдеп басқаша тұрар ма, әйтпесе мысалы Атантаев ішкі чемпионатта 5-ші ойыншы болып қосылады, алыстан соққы береді, гол салады, жақсы сейвтер жасайды. Ұлттық құрамаға келген кезде кейде бір жақсы ойнайды, кейде ойын жүрмей қалады. Маңызды жаңалықтар бүгін талқылайды біздің қонақтар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, Спорт Пульс YouTube арнасында кезекті подкаст. Бүгін біз Қазақстан футболы туралы сөйлесеміз. Бізге бүгін қонаққа Қазақстан футбол федерациясының президентінің кеңесшісі Нұрсұлтан Құрман досымыз келіп отыр. Нұрсұлтан, қош келдің. Қош келдік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, жанкүйер. Енді көп болды сен біздің студияға келген жоқсың. Қазір өздерінің проектілерің бар, өздерінің жұмыстарың бар, көптеген жаңалық жиналып қалды. Енді сен федерация жұмыс істегеннен кейін сенен бірінші сұрайық, ең бірінші сауал бұл әрине Али Алиев туралы. Али Ханалиұлы сәрсенбінің сәтті күнінде бас бапкер қызметіне тағайындалды. Оған дейін Али Ханалиұлы бас бапкер қызметінің міндетін атқарушы болып жүрген еді. Мекен міндетін атқарушы дегенді алып бастаймыз. Енді толыққанды Қазақстан футбол федерациясының, яғни арнайы тағайындауымен, президенттің тағайындауымен ұлттық құраманың бас бапкер қызметіне тағайындалды. Бұл оған не береді? Әрине психологиялық тұрғыда басымдық береді. Екіншіден толыққанды бұл карт-бланш. Енді еркін сезіне алады және осы күннен бастап бұл бүкіл жұмыс жоспарын құрып тастады. Өздеріңіз білетіндей бізде алда Македониямен ойын. Македонияға енді бас бапкер болып барады. Македонияның алдында Беларусьпен Минскте жолдастық кездесу өткізеді. Жолдастық кездесуден кейін артынша Астана аренаға келеді. Астана аренада Құдай қаласа Македониямен ойын өткізеді. Жаңа Али Ханалиұлынан сұрадым, жалпы осы бас бапкер болғаннан кейін қандай енді жалпы жоспарларыңыз бар деген сияқты. Әрине айтады, енді Македония мен Астана аренада 30 мыңдық стадион толса, өзіміздің алаңымызда команда енді ішкі чемпионатта қазір сол уақытта қызған шағында болады, балалар бабында болады. Сыртта ойнайтын жігіттерімізде жарақаттан аман болса, келсе, әрине Македониямен тек қана жеңіс үшін ойнаймыз деп жатыр. Одан кейін Уэльс, енді Уэльсті мен көрдім деді, Кардифте қалай ойнау керек екен. Ол кезде енді ол мен үшін бір үлкен жұмбақ құпия болды. Әрине видеодан көрген басқа, ол кездегі құрама басқа болып шықты, команданың ол кездегі жағдайы бөлек болды. Уэльсте өз алаңымызда ұту мүмкіндігі бар дейді. Бір біздің басымдығымыз енді Уэльсті өз алаңымызда қабылдаймыз дейді. Біздің құрама үшін Нұрсұлтан бұл өте маңызды матч. Өйткені біз ұтылсақ бұл ойында Македониядан, Македонияда 7 ұпай, біз 3 ұпаймен қаламыз да, енді тікелей қарсыласымыз алға шығып кетеді. Енді Бельгия қазір сол жазда өз алғашқы ойындарын өткізеді. Енді Бельгия басты фаворит болып тұр ғой. Бұл жерде Али Ханалиұлының командасының алдында қандай мақсат тұр? Міндетті түрде ұту керек қой бұл ойында. Ең бастысы ол өз алаңымыздағы ойындардың бәрінде ұту керек. Және Бельгиямен соңғы тур деген өзі маған ұнап тұр. Өйткені Бельгия ол кезде керек бола ма, керек болмай ма ол жеңіс деген сияқты, Бірінші орынға таласамыз ба мүмкін десейші? Жоқ, екінші орын неге тақиямызға тар келмейді. Керісінше екінші орында жақсы шықсақ болды ғой, ең бастысы. Жоқ, енді әртүрлі топшылай беруіміз мүмкін. Сол кездегі жағдайға байланысты ең бастысы команда толыққанды физикалық, психологиялық, моральдық тұрғыда дайын болса, ішкі чемпионат ол кезде қайнаған қызған шағында сырттан келетін балалар жарақатсыз ойнаса, өз алаңымыздағы ойындарды ұтсақ, ары қарай енді шөжектерді күзде санайсың ғой күзге қарай. Жалпы осы циклдағы Лихтенштейнді өз алаңымызда ұтсақ, енді Македониямен сыртта бір сәтті ойнап алсақ,
сондықтан бәрі өз қолымызда дегім келеді. Әлихан Алиұлына тек қана сәттілік тілеймін. Өзіміздің бапкер, отандық бапкер, сол қиын-қыстау кезеңде көп деген бапкерлер ұлттық құраманы бастауға бас тартқан кезде келісім беріп, бүкіл ешқандай условияға қарамай жауапкершілікті қолға алған үшін және қаншама сынға ұшыраған кезде де басында күмәнмен қараған кезде соның бәрін еңсере білген бапкер және енді бір нәтиже шығарады деп ойлаймыз. Сондай-ақ бізде жолдасы кездесулер Беларусьпен шектелмейді. Жалпы осы жылды біз Өзбекстанмен қорытындылаймыз. Бұйыртса Шымкент немесе Түркістанда екі стадионның бірінде Өзбекстан құрамасымен жолдасы кездесу өткізіп осы жылды аяқтаймыз. Қашан? Күзде? Бұл енді күздің соңына қарай Шымкентте өтуі тиіс, келіссөздер бар. Керемет ойын болайын деп тұр ғой. Бұл тек қана футбол емес, жалпы футзалда да, ол туралы футзалға келгеніңізде айтып беремін. Шымкентте, Түркістанда ма әлде Шымкентте ме? Негізі Түркістанда деп жоспарланып, бірақ Шымкентте де болып қалуы мүмкін орталық стадион. Өйткені газоны жақсы, табло пайда болды. Электронды табло бар, борттар бар. Неге өткізбеске Шымкентте? Шымкентте өткені дұрыс деп ойлаймын. Кезінде сол Шымкентте стадионда ұрысып қалып еді екі құрама. Осы жолы екі құрама сол жерде қайтып достасу керек деп ойлаймын. Енді бірте-бірте жұмыс жүргізіп келе жатыр ғой. Сондықтан дұрыс болады деп ойлаймыз. Әліптің артын бағайық. Орта Азия дерби. Және біздің балалар да жақсы деп ойлаймын ол кезде енді. Самородов, Оразов, Әліп, Чесноков. Ол кезде Қазақстан ұлттық құрамасы әлем чемпионатына қатысатын құрамамен ойнайды деген бір афиша шығуы мүмкін ғой мысалы. Ол да мүмкін. Әрине. Соған тілектеспіз әрине. Әрине соған тілектеспіз. Және бізде енді біз тек қана Алладан тілейміз ғой. Ниет етіп және балаларға сенеміз, жанкүйер боламыз. Федерация бүкіл жағдайын жасайды. Шаршамасын деп ұшақпен қамтамасыз етілгізеді. Оқу жаттығу жиындары қандай керек дейді, жағдайын жасайды. Жақсы жатын орын, қонақ үй, медициналық қызмет, тренерлік, бапкерлік штаб барлығы бар. Астана арена құдайға шүкір ашылды. Жанкүйерлердің аудиторияны миллиондаған біздің жанкүйерлердің қолдауы барлығы бар. Енді балалар осы жауапкершілікті сезініп, әрине баппен қатар бақта қатар шабу керек. Бағымызда фартта сол кезде біздің жағымызда болса нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Бұл жерде енді бапкердің басты жұмысы дұрыс құрамды таңдай білу керек қой. Мысалға енді қазір Қазақстан премьер-лигасының 4 туры өтті, жақында Қайрат 5-ші матчын өткізді, кубок өтті. Сенің ойынша, мысалға көптеген біздің жанкүйерлер сұрақ көтереді ғой, біздің Астанада ойнайтын ұлттық құраманың футболшылары қосалқы құрамда да, негізгі құрамда легионерлері бар деген секілді. Бабая мен бір шу шығып қалды журналист арасында. Сенің ойынша қазір Әлихан Алиұлына давление болады ғой енді составты, құрамды жаңалайды ма? Өйткені бізде оқ жетпесте жақсы ойыншылар бар. Елі майда шығып жатыр, Тұранда ойнап жатыр. Сенің ойынша осы маңызды Македония қарсы ойында сол проверенный футболшыларды шақыру керек пе, әлде бір ротация жасау керек пе? Ротация Беларусьқа қарсы болады. Беларуське қарсы ойыншыларды көріп болады, жаттығу жиындарында көріп болады. Бірақ Уэльске қарсы, кешегі Лихтенштейнге қарсы мысалы жастар ойнатып алды, көріп алды. Сондықтан енді толыққан сол кездегі 100% құрам болмаса да, бірақ негізгі құрам сол жақтан болады. Жаңа есімдер де қатар болатыны сөзсіз. Бірақ енді кешегі ойындарда жастар қазір мысалы мен қуантатын енді Әлихан Алиұлының басты мақсаты құрамды жасарту ғой. Бірте-бірте жасартып келе жатыр, жаңа есімдер пайда болып жатыр. Және ішкі чемпионатта да сол ден қойған, сенім артқан жастар өз клубтарының көш басында ғой. Сол ғана 16 жасар Дастанның өзі әр тур сайын гол салып жатыр. Ол мысалы Чесноков қалай сүйреп жүр, Жагоровтар қалай ойнап жүр. Жақсы ойнап жатыр, гол салып жатыр. Сондықтан мен енді сырттағы мысалы Самородов қалай ойнап жатыр. Сондықтан бәрі дұрыс болу керек деп ойлаймын. Бұл ретте енді Нұрсұлтан Бақтияр Зайнутдинов туралы да сұрай кетейін, өйткені ұлттық құраманың белді мүшесі, капитандардың бірі. Бір ақпараттар шықты ғой, түрік журналистері баспасөз беттерінде Бақтияр Зайнутдинов тіпті футболдан кетуі мүмкін, және жарақаты өте қатты, және Сейл біздің әріптесіміз жазып кетті ғой, барлығы жақсы ойнайды деп. Сөйлесіңдер ме Бәрі жақсы. Мен сұрадым, Әлихан Алиұлынан да сұрадым. Бәрі жақсы, ол жақта енді сол кішкене клубтағы, Бешикташтағы өздерінің интригалары ау деймін шамасы. Негізі өзі жеке сөйлескен кезде дайын болып келіп ойнау керек Македонияға қарсы.
Ол жақта енді бапкерге байланысты, Бешикташ білесіздер ғой, өзі бір бапкер жиі ауысатын. Жылда 2 бапкер ауысады ғой. Сондықтан ол уақытқа дейін Зайнудинов негізгі акцентті ойын барлығын сол ұлттық құрамаға негіздеп, және жарақаттан айығып келіп ойнауы тиіс деп ойлаймын. Уақыты келді, қанша ойын болды Зайнудиновсыз ойнап жатқанымызға. Сондықтан Бақтияр да түсіну керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда ұлттық құрамаға келу керек, Астана аренада ойнау керек, көмектесу керек. Өйткені сенім артамыз, тілектес боламыз, бірақ ол жігіт әр ойын сайын бір жарақат болып қалса, келе алмай қалып жатса, көрерменде ертең сүйіспеншілік деген бар, команда ойыншының бір сүйкімі деген бар, жолы деген, соның барлығы өзгеріп кетуі мүмкін да 180 градусқа. Сондықтан ол да бұл жауапкершілікті сезініп, осы ұлттық құраманың алдында ден қойып, жарақатсыз келсін деп тілектеспін, және оны өзі де түсінеді. Осы есімді бөліп, Исламбек Қуат та мысалы соны дұрыс түсініп, әйтеуір жер кезінде Астанадан кетіп, қазір Жеңістің сапында, кеше Жеңістің бапкермен де, Жеңістің азаматтарымен де, директорымен де сөйлесіп жатырмыз. Айдын бар, Қожахмет әріптес ағамыз, команданың бір қайсарлығы пайда болды дейді, рух пайда болды, сенімді ойнайды, анау келгеннен кейін бір энергетика өзгерді дейді. Енді ол түсінікті ғой, өзі осы жақтың баласы, өзінің мінезі бар, қайсарлығы бар, және бір әттеген аймен жүрген ойыншы ғой, ұлттық құрама сапынан айырылып қалды, Астанадан кетіп қалды, Жеңіске келді, не болады деген сияқты. Бірақ кешегі Ақтөбеге қарсы ойындарды көріп жүрміз, толыққанды белгілі бір алаңның бөлшегін өз қарамағына алуға жауап жүр. Сондықтан Халиналиннен да сұрадым, Исламбек Қуат қалай деп. Не деп жауап берді? Көңілінен шығып жүр, шақыртып ал, бересіз ба дедім. Бұйыртса көресің ғой деді. Енді бұйыртса көресің ғой деген кезде мен осы күнде Алихан Алилович сұраған кезде бұйыртса көресің дегеннің барлығы сол ұлттық құрама сапынан табылып жатқан. Дастанда мысалы Астанаға гол соған кезде иә, әрине бұйыртса көреміз деді. Шақыртып алды ғой. Сондықтан менің ойымша Исламбек Қуат дәл осылай ойын практикасы болып, Жеңістің сапында дәл осылай өткен жолғыдай ойнай беретін болса, онда келу. Ең басты ол ашыл. Әлі Исламбек өз соңғы сөзін айтқан жоқ. Сондықтан ол есейеді адам, мысалы Жуков та есейіп, өзгеріп, сөзде түзеліп, қалай көмектесті. Иә. Сондықтан Исламбек Қуат та көмектесуі тиіс деп ойлаймын. Құрметті көрермендер, айтпақшы, біздің ютубтағы шығарылымдарды 95% адам тіркелмей көреді екен. Енді біз түні бойы жұмыс жасаймыз, күндіз бойы жаңалықтар жазамыз, Қазақстан футболын және басқа да спорт түрлері туралы айтамыз. Сол себептен сізден өтінеріміз, біздің YouTube парақшаға міндетті түрде тіркеліңіздер. Осы жақын арада тездетіп бір 10 мың оқырманға жетіп алайық. Және біздің кез келген жаңалықтарды Sport+kz сайтынан оқи аласыздар. Қазір енді 4 түр өтті ғой. Қазақстан Премьер-лигасында кубок ойындары өтті. Сенің көңілінен шыққан бір өзіне бір, мына жігіт болашақ ұлттық құрамада ойнайды ғой, немесе қайтып келеді ғой, Исламбек Қуаттан басқа жастардан біреуді айта аласың ба? Міне Оқжетпестің жігіттері жақсы ойнайды. Енді Оқжетпестің жалпы ойын картинасы ұнайды маған. Жылдам, оны камераның өзі үлгермей қалып жатыр, бір-бірінен алып тастауға, мысалы. Оқжетпес ұнайды, мысалы өткен жол Астанаға қарсы, Астана мысалы ол кезде қосалық құрам емес, кәдімгі боевой құраммен ойнады ғой. Бір-екі ойыншы. Ұлттық құраманың ойыншылары. Иә. Сол кезде сол гол соққан жігітте бәрін айтып жатырмыз ғой, басқа жерлерде де жазылып та жатыр, оны қайталамай ақ қояйын. Балалар өсіп жатыр. Олар ертең қосылады болашағы деп ойлаймын. Енді сол Лихтенштейнге қарсы ойнаған жастардың бәрі жақсы ойнап жатыр, шүкір. Тағы кім, Исламбек Қуатты айттым. Тағы кімді алып қосуға болады. Бүгін Қайраттың сапынан қосылған көрдіңіз ғой, Атырау қарсы ойында. Сәдібеков, иә? Сәдібек. Ол да мысалы жақсы қазір қалпына енсе, формасын жинаса, иә, ортада бізге ойыншы керек, проблема бар. Әлібек Қасым да ертелек оралса, нұр үстіне нұр болады деген ойдамыз. Жалпы осы турларда маған енді Елімай сапындағы біздің қара көздеріміз, бауырларымыз қалай жақсы ойнап жүр. Тұран сапында да енді бірінші лигаға бармай ақ қояйық. Бірінші лигада бірақ Ертіс, Шахтер, Каспийдің ойындары маған ұнайды. Кеше әрқайсысын жіті бақылап шықтым. Ақтауда Каспийдің ойын тікелей сол стадионда БС аренада отырып көрдім. Арнайы бардың ба Ақтауға сол үшін? Жұмыстармен ба? Негізі былай Каспийдің ойынын көру үшін емес, жалпы Ақтаудағы инфраструктура, жалпы ішіндегі клубтардың мәселесі, балалар футболы барлығын өз көзіммен көріп қайтуға барғам. Жеке өзімнің инициативам бұл. Көріп қайтайын, стадион мәселесі, инфрақұрылым мәселесі деген сияқты. Өйткені сондай Ақтауда бірде-бір стадионның болмауы өкінішті.
өйткені Жаңаөзендегі стадион келмейді стандартқа, алыс, өйткені ол жергілікті команда барып төзімділік танытқанмен қонақ команда оны ары қарай 1,5 сағат бару, ауа райы ыстық, жасанды төсеніш, оның өзінің ұнтақтары да басқа ұнтақ, алаңның тегістігі ол проблема. Содан бөлек мысалы жас қанатта ойнау мүмкін емес, ол Палас арена, ол жақта да мысалы Каспий қазір дабыл қағып жатыр. Енді әкімдік несін қағады, ананың несін қағады. Былай енді әкімдік 2027 жыл бірақ саламыз дейді стадион. Жас қанатта мысалы Каспийден бөлек өзінің футсалары бар, түрлі жас ерекшеліктегі командалары бар, ана QG лиганың командасы бар, қыздар басталып жатыр мысалы. Оның барлығы қай жерде ойнайды? БС арена енді қазір Каспий құдай айдап бірінші лигада ғой. Ана жерде сен премьер лига өткізе алмайсың. Бірақ енді Сұңғат ағамызға, БС-тің жетекшісі, қожайыны рахмет, сондай алаң салғанына, әйтеуір уақыт беріп, арзан бағамен қол жетімді еткізіп жатқанына, әйтеуір осы жерде футбол өліп қалмасын жерде көмектесіп жатыр ғой негізінен да. Ол сізде бір жағынан оны кәсіп, бизнес дұрыс, ол кәсіп үшін де салды ғой бір жағынан. Бірақ әйтеуір қолын сілтемей, есігін жауып алмай, бүкіл балалар сол жақта дайындалып жатыр да. Сондықтан ертең премьер лигаға өтетін болса, анасы қай жерде өтеді ойнайды? Ақтау. Сондықтан Каспийдің стадионы тезірек төсенішін өзгерту керек. Енді алаң бағдарламасы дейді, алаң бағдарламасымен былтырғы заявка ол Жаңаөзенде салыну керек. Енді Жаңаөзен халқынан сен стадион тартып алмайсың ғой, газонды. Бірақ Жаңаөзеннен де тексеру керек, ол жақта футбол қаншалықты маңызды керек. Ол жақта ертең концерттер ғана өтіп кетпей ма? Наурыз мерекесі деп үстіне киіз үй тігіп қоймай ма ол стадионның? Ол да проблема. Ол жақта қаншама халық. Енді былтыр қажеттілік болды. Қазір де қажеттілік болды. Енді толыққанымен мониторинг жасаған жоқ, бірақ қазір де бар қажеттілік, бірақ жас қанаттағыдай қажеттілік бар ма деген сұрақ туындайды. Енді Есеневтің стадионы дейді, университеттің, ол келмейді, қисық, жарақатқа өте қауіпті. Ол жерде енді бір студенттердің ойнауға, дене шынықтыру өткізуге, немесе бір жолдастық кездесу әуесқой ойнауға болады, бірақ кәсіби деңгейде бірінші лига мен премьер лига ойнау өткізу мүмкін емес. Алыстан көрінісі керемет, иә, трибуна бар, бірақ лицензияға келіңкіремейді. Сондықтан бұл Ақтаудағы осындай мәселелер бар. Соны қолға алу керек деп ойлаймыз. Ол туралы бөлек айтуға да болады. Мысалы, сол мәселемен барып қайтқам ғой. Ал жалпы біздің аймақтағы жалпы инфраструктура ол өте қатты футболдың дамуына әсер ететін нәрсе ғой. Мысалы, Оқжетпес, бізде кейбіреулер дұрыс түсінбейді. Мысалы, кейде Оқжетпестің кеше біздің әріптестеріміз жазып жатыр ғой, камера түсіп қалған ғой бұлай. Иә. Неге түсіп қалды деген сұрақ туындайды. Мысалы, былтыр премьер лигада болған жоқ Оқжетпес. Ол кезде вар жоқ. Ол жаққа сен 2-3 жерден камераға қойып бірінші лигаға түсіре беруге болады. Ал арғаш, мына жерде вар бар. 8 камераға түсіріліп жатыр. Камералар саны көбейді. Бірақ камераларды қоятын орын жоқ. Ана жерде қойып, сол 8 камера түсіріп жатқанына шүкір, ойын динамикасына байланысты кейде режиссер үлгермей қалады. Мынадан алып тастасыз, өйткені ойын динамикасы былай, өйткені стадионның биіктігінде білесіздер, трибунаның пәс төмен орналасқан. Ол жердегі Мұрат Тлешев мырзаға алғысым шексіз. Ол соның құлағы асып, бірден ескерту жасалды ма сол ойында, екінші ойынға асып. Сол ойыннан кейін. Иә, содан кейін оның алдындағы ескерту ол кабель болатын. Иә. Кабельді бірден ескерту алды да өзгертті. Кабель дұрысталды, трансляция дұрысталды, камералар түсіп жатыр деп біздекілер байлам салды. Оны естіді, келесі ойында оны арнайы төсеп, біреуін пәс, біреуін жоғары қылып істеп қойды да, мысалы. Енді мысалы осының бәрін сен білмейді емес, білесің ғой чемпионат басшыларынан. Бірақ жоқ, сендер ойнамайсыңдар бұл стадионда десең ал. Оқжетпесте келіп отқан 4000 жанкүйер қайда барады сонда? Ал Астанаға келе ма? Иә. Футболдан айырып қоясың ғой жақта. Команданың қалтасына Астана аренаны Оқжетпес жалға ала ма? Ала алмайды. Әйтеуір сол жерде футбол болсын деп жасалып жатыр. Мынау уақыт өте келе дұрыс салатын нәрселер ғой. Әрине мелочь нәрсе болмайды, бірақ сен үлкен футболдан айырып қоймайсың ғой. Иә. Сол сияқты мысалы соңғы матчқа бір қанша 70% стадион толып тұрды ғой. Иә, мысалы соны трансляция қоятын жерлерің жоқ, интернет қоятын жерлерің жоқ деп мысалы бермей қойсаң не болады ал? Астана аренаға келеді ғой. Иә. Басқа қай жерге барады? Ары кетсе бір 1000 адам келетін шығар. Иә, миллиондаған шығын кетеді. Ол команда гостиницада тұру керек. Астана арена жаттығуға жиынға алу керек. Астана аренаның арендасы бар. Оның қызметі бар. Қалай ол мысалы? Сондықтан осы жағынан көрермен дұрыс түсіну керек, ал қалғаны ол дұрысталатын нәрсе ол. Оған қазір сосын мысалы Ұлытаудағы. Ол жердегі ойыншылардан сұрасаң барған травмоопасный алаң. Бірақ әйтеуір сол жерге рұқсат беріп, Ұлытауда футбол өліп қалмасын. Лайықты ғой, бірінші лигадан шықты ғой деп. Камералар қоятын жер ыңғайсыз болса да, мына жақтан қойып оны сүртіп әйтеуір сөйтіп жасап беріп жатыр да, мысалы Жетісудың ойыны, Хантәңірде боран болып жатыр, ана жақта шторм болып жатыр. Самолеттер қонамай жатыр аэропортқа. Ана жердегі екі вышкадан камералар ұшып кетіп жатыр басымен бірге.
соны мына жаққа өзгертіп айту, ең бастысы команда ойнасыншы, трансляция құрып кетпесін деп қойып істеп жатыр. Соны кейбіреулер басқаша түсінеді да. Мен соған кішкене қынжыламын да. Сосын сонда инфраструктура бірте-бірте реттеледі. Қызылордаға келеміз, қара, бірте-бірте келеді, сол реттеледі да. Мысалы ең бастысы бар, тур өткен сайын дұрысталып келе жатыр. Және бірінші лигада да трансляция бар, камера бар, қыздар лигасында да трансляция бар, барлығы қолжетімді, ютубта бар, ешқандай сайтқа приложение кірмейсің, қатып қалмайды да. Мысалы тек қана бір мәселе Казспорт деп жатырмыз. Спорт плюстың трансляциясын қарасаңыздар, ондай пиксельдер жоқ, ойнамайды. Ол тек КФ лигтан пиксельдер жоқ, ойнамайды. Ол тек қана Казспорттың телеканалынан көрсетілген кезде мінсіз. Ал YouTube болады Казспорттың, сол кезде пиксельдер болады. Неге? Өйткені оны Нағи мырза да білет, оны барлығы білет, ол уақыт өте келе дұрысталатын нәрсе. Өйткені Казспорт қанша жыл ол YouTube'ында тікелей эфирде, прямой эфирде футбол көрсетпеген ғой. Биыл көрсетті және проблемаға тап болды. Оларда сервер жаңармаған, ескі сервер. Спорт плюста ол жаңа сервер, Казспортта ескі сервер. Сен 1040-пен саған сигнал келеді, олар қабылдайды, бірақ 1040-пен бере алмай жатыр да. Содан кейін ол жақта жатия болады. Жатия болған кейін пиксель болады. Сондай алдындағы мысалы графика дұрысталады дедім, дұрысталды мысалы да. Бұл енді рабочий процесс, ең бастысы сол дирекция және жанкүйерлер бар. Біздің өзіміз журналистердің қауымы бар, комиссия, сын ескертпелерін бәрін қараймыз. Жанкүйерлер мониторинг жасайды, жібереді, дұрысталады. Отандық мамандар істелініп жатыр да. Оны сабырлықпен істеу керек та. Ол кезде жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Оны ешкім игнор жасап жатқан жоқ қой. Ол уақыт өте келетін дүние нәрсе. Мысалы дирекцияда мысалы көрді, инфраструктура жоқ деп ойнатқызбаймыз деп, өткізбейсін деп бермей қоймайды ғой, берді, түсіністікпен танытты. Немесе мысалы Казспорт қайтып жатқан жоқ қой, ютубтан көрсетпеңдер, біз өзіміз көрсетеміз, сендер де пиксель деп. Олар да дұрыстаймыз деді. Бірте-бірте келе жатыр да бәрі дұрыс. Және ең бастысы бұл аз ғана уақыттың ішінде жасалып жатқан дүниелер дереу нон-стоппен жұмыс жасалып жатыр да. Сондықтан мысалы кеше ертең Қызылордада стадион мысалы тамызда ашылу болады деп жатырмыз да. Енді әкімдік мамырда дейді. Кеше барып қайт, мен өзімен запаспен айтып жатырмын, тамызда деп ше, мысалы елдар. Ол жаққа да барған кезде мысалы дирекция бар, трансляция барлығы алдын ала ескертіп жатыр. Камералар тұратын жер бар ма? Бақ бөлмесі бар ма? Вар қоятын жер бар ма? ПТС алдын ала стадион салынбай жатыр. Оның бәрі болмаса, ертең тағы да сол Түркістандағыдай проблемалар болатын еді. Қазір Құдайға шүкір Қызылордада баспасөз мәслихатын өткізетін зал болады. СМИ отыратын, арнайы матчты қарап отыратын, тамашалайтын жер болады. Камераларды қоятын ыңғайлы жер болады. Ғаламтордың қолжетімділігі болады мысалы. Өйткені федерация Қазақ Телекоммен меморандумға келіп жатыр, мысалы. Соның барлығы бірте-бірте жасалады және көрермен Қызылордадағы стадион тамызда ашылса, инсайт, енді алдында да айттық қой, қыркүйектің 21-і ол жақта кубоктың финалы өтеді ресми түрде. Сол жерде мысалы сол бүкіл мощты көрініп, және алғаш рет Қазақстанда тағы да бір жаңа стадионның куәсі боламыз. Сол жерде тек қана ойынға өтпейді, шоу-программа, лазер-шоу, тамаша концерттік бағдарлама, көрермендер, және ол стадионның ішін қарап отырсаңыздар, көп функционалды. Жүгіретін жолақ жоқ, бірден айтып қойын, бұл таза футбол стадион, бірақ ішінде трибуналардың ар жақтарында 10 спорт түріне арналған залдар бар, фитнес бар, кафе, мейрамхана бар, фан-шоп бар, бутиктер бар, барлығы жасалғанда. Сондықтан бұл да бір керемет жетістік. Ол бірінші облыс әкімдігіне және оны ескеріп президенттің тікелей тапсырмасын бұлжытпай орындап жатқаны, және федерацияның осыған барып дер кезінде консультация бақылап отқан, және оны ескеріп кубоктың финалын сол жаққа беріп жатқаны, бұл үлкен бір жұмыстың нәтижесі десек болады. Менде сұрақ, Нұрсұлтан. Қызылорда облысы бізде ең бір бай облыстардың қатарына кірмейді. Бірақ керемет стадион ашылады, Неге? Және сол Ұлытау облысында, Ақмола облысында, бұл жерде енді ауыл шаруашылығы бар, жаңағы кен, өнеркәсіп. Неге? Мысалға енді бұл жерде жанкүйерлердің, журналистердің сынында орынды ғой. Қаншама жыл Оқжетпес өзінің стадионда ойнап келеді. Келесі жылы мысалға Оқжетпес, Ұлытау секілді командалар, Жетісу секілді командалар премьер-лигада қалса, оларға тағы да осындай бір поблажка беріле ме? Жоқ, оларға айтылды, осы уақыттан бастап дұрыстап тастаңдар барлығын деп. Келесі жыл болса ойнамайсыңдар дейсің. Әрине, осы жыл бізде уақыт, өзің білесің ғой, лигадан лига қалай өткенін. Мен өз басым аптаның 2-ші күні полный жұмысқа ендім да, мысалы. Сенбі 1-ші тур. Түсініп ба? Сондықтан сен ол кезде қарап отпайсың, ананың трансляция жасайтын жер андай екен ғой деп. Главное, чемпионат басталу керек, өту керек, запуск болу керек. Қалғаны уақыт өте келеді. Биыл сен мысалы төрешілерден бір былтыр баяғылармен 1-ші турдан бастап хайвайлар болып жататын еді ғой. Шүкір. Андай бір аса қатты үлкен даулы мәселелер жоқ. Шүкір, соңына дейін солай болсын дегіміз келеді. Және жаңадан Португал маманы келді. Бұйыртса саған да келер.
осы жерге. Енді европалық ода менталитет. Біз қалай шештік? Бірінші, ол әр тур сайын, келесі турдан бастап, жалпы ол Қазақстанда ма ол кісі? Иә, келді. Бір келіп, бір кетіп жүрді, енді осы жол отыр Қазақстанда. Сенбі, жексенбі әр турдан кейін біздің КФ Лиг сайтында әрбір төрешінің шешіміне байланысты күмәнді эпизодтарға шолу жасап отырады, пікірін айтады, ойын бағасын беріп отырады. Бұл ашық сайттан шығып отырады. Комментарий. Иә, комментарийлар. Өзінің микроблогы болады десек те болады, арнайы жасап. Бір. Екіншіден, бұл ары қарай жүзеге асқаннан кейін қазақстандық формат бізде халық оқығаннан гөрі көргенін жақсы көреді ғой. Иә. Бірте өзіңе тағы басқа подкаст алаңдарға, сұхбаттарға, түсіндірмелерге жіберіп отырамыз. Неліктен ол португал маман деп оны Розеттидің өзі жіберіп отыр УЕФАдан. Ол да үлкен сенімі, жанкүйердің сенімінен, көңілінен шығу керек, жұмыс істеу керек, және төрешілер үшін сол кісіге жауап береді. Арнайы УЕФАдан келді, Розетти жібергеннен кейін. Микроблогы бар, жұмысын көріп жатыр, алғашқы турларда ешқандай дүние жоқ. Сондықтан ары қарай солай сәтті жұмысын жүзеге асыра береді деген ойдамыз. Жақында ғана тағы бір ақпарат шықты, варға бізде жаңа бір маман жауап береді, Ресейден келген. Иә. Иә, ол біз бүгін таныстырылды, өздеріңіз көрдіңіздер. Иә, ол маман, ол тағы да тек директор бар, барлығы. Олар туралы енді Қазақстан футбол федерациясының сайтынан, әлеуметтік желілерін оқып білсеңіздер болады, оған уақыт жоғалтудың қажеті жоқ. Өйткені білікті маман, көпшілігі ірі деген қазір Европа чемпионатында ойнап жүрген елдердің федерацияларында жұмыс істеген, сол саланың дамуына атсалысқан мамандар. Жеке дара сөйлестім, таныстырылымда болдым. Ойларын жиналыстарда қатысады, біздің жиналыстарда белсенділік танытады, кез келген мәселеге өзінің ой пікірін қосады, өзінің ұсыныстарын, жаңартуларын қосады. Тәжірибелі мол мамандар, жайдан жай отырған жоқ ол жерде. Нұрсұлтан, сен білесің бе, Қазақстан премьер лигасының ойындарын сен және біздің құрметті көрермендер Sport Pulse YouTube арнасындағы лайв-скордан қарауларыңызға болады. Бұл жерде негізгі құрам, кім сары қағаз алды, кім пенальти соға алмады, кім жалпы голдар соқты, турнирлік кесте барлығында қарай аласыздар. Sport Pulse KZ сайтына өтіп, міндетті түрде біздің лайв-скорға кіріңіздер. Жалпы біздің төрешілікке қандай баға бересің? Өйткені жақын арада енді клубтық чемпионат мира болады ғой, клубтар арасында чемпионат мира, әлем чемпионаты болады ғой. Сол кезде 41 елдің төрешілері бар, Өзбекстанның төрешілері бар, Қазақстанның төрешілері жоқ, және тағы да біздің халық салыстырмалы түрде міне Өзбекстаннан енді бас төреші шықты. Бізде әлі ондай бір деңгейдегі бір керемет жаңағы әлем деңгейінде Қазақстан танытатын төрешілер шықпады деген бір сауалдар. Мен енді мен де қосылам. Неге шықпады деген менде де сұрақ бар. Бұрындары Өзбекстаннан Равшан Ерматов шықты. Ол артынша жаңа өзінің бір ізбасарларын тәрбиеледі. Олардың әлемдік деңгейдегі матчтар төрелік етуіне ықпал етпей ме? Ықпал етеді. Менде де сұрақ, бұрын неге ондай болмаған деген сияқты. Бұрын неге болмаған, неге осы бағытта жұмыс істелмеген? Сондықтан бұл енді әр заманның өзінің бір заңы басқа, иттері қара қасқа, салты басқа дейді ғой. Әр заманның өзінің ерекшеліктері. Мүмкін ол кезде бір қиындықтар болған шығар, білмеймін, айта алмаймын. Өйткені ол кезде мен ішкі процестерде болмағам. Қазір иә, жасау керек ондай. Біздің төрешілерді әлемдік деңгейге шығару керек, тәрбиелеу керек. Олардың біліктілігі мен абыройын арттыру керек. Ол үшін олар да абыройға лайықты жұмыс істеу керек. Және өзінің біліктілігін арттыру керек. Сол үшін де осындай реформалар жасалып жатыр. Олардың айлығы көтерілді. Оларға португал маманы келді, бақылап отыр. Олармен оқу-жаттығу жиындары өтіп жатыр. Сондықтан көпшілік енді U19 жарыстарына барып жатыр. Бірте артады деп ойлаймыз. Мен бұрын футзалда болдым ғой. Футзалдағы біздің төрешілеріміз кәдімгі әлемдік деңгейдегі топ матчтарда, чемпиондар лигасында, Европаның іріктеу, әлем чемпионатының іріктеу матчтарына төрешіл болып, бригада болып барып жүр. Сондықтан футзалда болып жатқан дүние неге футболда жасамасқа болу керек деп ойлаймын. Сәл күту керек, уақыт беру керек. Енді өткен іске сыншы көп дейді ғой. Ол кезде мүмкін білмейміз ғой біз. Мен де сарауыз балапанмын ғой, елдер. Сен де біз жанкүйер болып жүрген азаматтарымыз ғой. Мүмкін ол кезде бір проблемалар болған шығар, қайдан білеміз. Сондықтан қазір ондай нәрселерді енді алдын алу керек. Бізде өзіміздің дүниелерімізді бағындыруымыз керек деп ойлаймыз. Футбол федерациясы қазір УЕФАмен өте тығыз қатым-қатынасып жұмыс істеп жатыр, және мен ақпаратым бойынша жақында біздің елімізге УЕФАның президенті Чеферин мырза келейін деп жатыр. Александр Чеферин арнайы ресми сапармен келеді. Бізге, Қазақстанға, Астанаға.
Астанаға ресми сапармен, енді бұрын жеке өзінің сапармен Қайратқа барған ғой академиясына, ол кезде жеке. Бұл кәдімгі ресми УЕФАның президенті ретінде жұмыс сапармен келеді. Қашан? 25 сәуір. Осы айда келді. Қазақстан футбол күні 25 сәуір. Сол күні келеді. Арнайы біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевтың мырзаның қабылдауында болады. Артынша Қазақстан футбол федерациясына келеді. Бұл жақта арнайы брифинг болады, келіссөздер болады. Өзіңде бекер айтып отқан жоқсың, тығыз қарым-қатынаста деп. Оған көп нәрсе әсер етеді. Бірінші кезекте Марат Талғатұлы біздің президентіміздің енді тәжірибесі, дипломатиясы. Барып келді ғой. Барып келді. Сайланғаннан кейін бірден. Екеуі танысып. Өзі де шетелде оқыған, өзі де кәдімгі шетелдің Ұлыбритания жоғары оқу орындарын тәмамдаған, мамандығы да келіп тұр, тәжірибесі бар, бір тілде сөйлесе алады емін-еркін, және біліктілік. Конгресіне де барды, УЕФАда жеке қабылдауында болды, біраз дүниелер талқылады. Мен енді қазір алдын ала оқиғаны алдына шығып кетпей қойын, бірақ бұйыртса бізде ол кісінің келуі де бекер емес. Ол кісінің сапарынан кейін осы жерге келіп, Эльдар, саған да сүйінші сұраудың да реті келеді деп ойлаймыз. Әзірге айтпай қойын, бір 2-3 жақсы жаңалықтар бар. УЕФАға байланысты ма? Иә. Жақсы. Нұрсұлтан, футзалды сен жақсы көресің, футзалда қауымдастықта сен жұмыс істедің, өте көп жұмыстар атқарылды, бірақ соңғы кездегі нәтижелер жәнегі Қазақстан әлем чемпионатында, Еврода атой салып жүрген құрама қазір Азияның командасынан ұтылып, тең есеп ойнады. Европаға іріктеу кезінде бірден топтан шыға алмады, әйтеу іліндік. Басқа құрамаларға рахмет. Қазіргі Қазақстанның футзалы туралы айта кетсең. Қазақстан футзалы енді көрермен футзал сүйер қауым біледі. Мен осы әлем чемпионатынан кейін мен де Қазақстан футзал қауымдастығында қызметім аяқталған, келісім шартым екі тараптан енді аяқталды. Былайша айтқан кезде мен жалпы басқа ұсыныс болған ол кезде, бірақ мен де өз басым өзімнің жолым таңдаған болатын. Қазіргі жолымды өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. Жалпы мен айтайын дегенім, әр командада ол спат болады, тоқырау кезеңі болады. Өйткені қазір буын алмасуы. Мен сізге кішкене уақыт беріңіз, мен сізге айтып берейін, көрермен түсіну үшін. Көп нәрсе айту мүмкін. Біреулер Кака бапкер кету керек дейді. Мен Кака бапкердің біліктілігіне әңгімем жоқ. Кака бапкер мықты Қазақстанның футзалын бір жоғары деңгейге көтерген азамат. Келісім шарты бар 26-ға дейін. Екінші мәселе, мүмкін Кака бапкердің тактикасын бүкіл әлем зерттеп алды деген сөз. Ол да бар. Кезінде Какаонт да зерттеп алған, Клоп та зерттеп алған, Гвардиола да зерттеп алған. Тың дүниелер ұсыну керек енді Кака мырза. Сол үшін де ол кісі Вьетнамға барып жолдастық кездесу өткізеді. Вьетнамда барғанда ол жақта енді негізгі құраммен барған жоқ қой. Легионер болған жоқ қой. Жас балаларды апарды. U19-да Португалияда ойнаған 2 баланы қосты. Ұлттық құрамаға шақыртып алмай жүрген Пиалы сияқты, Нұрсұлтан сияқты жігіттерді қосты. Эксперименталды құрам. Жас балаларды қосты. Тек Игита ғана болды. Енді Азат және біраз уақыт бойы ұлттық құрама сапында көрмеген Ақбалық сияқтылар ойнады. Бұл енді тактика, оқу жаттығу жиын. Бірінші кезекте Вьетнам өз бүкіл шығын өзін көтерді өз. Біз енді жолды көтергеніміз рас, федерация сұрады. Тамағы, тұруы барлығын Вьетнам көтерді. Бұл Какаға қазіргі таңда алдағы өтпелі ойындар алдында жастарды бір тексеріп алуға және тактиканы бір қарап алуға тамаша мүмкіндік. Екіншісі, Кака мырзаға мен ойыншылармен сөйлескен кезде, мысалы Шыңғыс Есенамановпен сөйлессем, ол айтады да, бізде мысалы аға буын өкілі мен жастардың арасында бір кішкене химия болмай жатыр дейді. Жаңадан қосылғандар аға буынмен бір тез ілесе алмай жатыр. Біздің кезімізде біздің аға буын Димаш, Серік Жаманқұловтар еді. Біз қосылған кезде бірден ілесіп кеткенбіз дейді. Қазіргі жас буын қиын дейді. Үлкендердің арасына кіріп кетуі. Сол үшін де Вьетнамға алып барып жүріп, Кака үйретіп, жолдастық кездесулер өткізіп ойнап жүргенде сол шығар деп ойлаймын. Енді өтпелі ойынға өтті. Кака мырза өтпелі ойыннан өту керек деп ойлаймын. Европа бар, Европа чемпионаты қаңтарда. Қанша бір команда мінеміз ғой, бір ғана 8 команда өтті ғой. Үйде қонақта, соны жеңсек Европа чемпионаты 21 мамыр жеребе тарту рәсімі өтеді. Бізге қарсы санатталады, сонымен үйде қонақта ойнаймыз. Жалпы енді командаларға қарасан, бір соншама бір керемет командалар жоқ, енді өтуіміз керек қой. Бәрімен ойнау. Біреу қайсы түссе де бәрімен ойнау керек.
бірақ өз басым Румыния түссе екен деп отырмын десең. Жалпы бәрімен ойнауға болады, үйде қонақта, сол кезде жанкүйерлер енді бұл Кака үшін мүмкіндік. Енді осыны пайдалана алмаса, онда қиын болады әрине жағдай. Ол план Б бар ма мысалға федерацияда? Егер өте алмасақ? Жоқ, оны айтпай ақ қояйық, ол жерде өту керек деп ойлаймыз. Басқа нұсқа жоқ. Өтпесе, ол кезде ол бөлек подкастқа біздің арқау болады деп ойлаймын. Сенім артылды, президенттің қабылдауына сұранды, келді. Кездесті ме екеуі? Кездесті, ұйымдастырдық кездесу, міне осылай. Сенім артам, өтпелі ойыннан өт деді. Ол кісі уайымдады, өтпелі ойыннан өттік. Өтпелі ойын еврода ойнау керек. Көреміз. Ары қарай уақыт көрсет барлығын. Қазір ештеңе айтпай қойық, бірақ әзірге Кака бапкер. Кака оқу жаттығу жиындарын өткізіп жатыр. Кака өтпелі ойындарда Кака болады бапкер. Және біздің балалар, бізде қазір ішкі чемпионат та өте интенсивный. Өте балалардың ішкі чемпионат биыл күшейіп кеткен. Балалар баяғыда да демалыс жоқ та, физикалық тұрғыда қиын болып жүр. Ұлттық құрамаға қосылғаны көбісі жарақатпен қосылады, физикалық бір нагрузкамен қосылады да, қиын. Бірақ енді қыркүйекте құдайға шүкір чемпионат аяқталады, балаларда демалысқа уақыт бар, тың болады. Лео Игита да қосылады. Игитасыз бөлек, біз Игитамен бөлекпіз ғой команда. Игита қосылады, Дуглас Леолар келеді, Эдсон бұйыртса 6 қыркүйек. Оныкі аяқталады, 5 жыл толады. Карантин аяқталады, Ол да қосылады. Шыңғыс Есенаманов, қазір мен Қайрат футзал клубының жаттығуын бақылап жүрмін, өйткені олар мамырдың басында, құдай қаласа өзімде барам, Францияда 4-дің кубогын ойнайды, 4-тік кубокты. Қазір оқу жаттығу жинарым, Дәуреннің бабы қуантады. Енді бір жанда сәл жарақат бар, бірақ бір жанда ол кезге дейін қосады деп ойлаймыз, жауапкершілікті сезінеді, өйткені другого выхода нет деген әңгіме бар ғой, Одан кейін Ақбалықов та жазылады, Арнольд та жазылады. Балалар бабында болу керек, және бұл соңғы мүмкін. Біздің Қазақстан баяғыда осылай 2-ші орынмен алып қалған кезінде евроға барар алды. Сөйтіп Хорватиямен ойнап, ұтып стикта шыққан, сол кезде 3-ші орын алған. Сондықтан менің ойымша бір шапалақ керек болды ғой. Шапалақ керек болды, және Какаға үшін де, босансымау үшін бұл үлкен вызов. Сондықтан біз осы өтпелі ойынға дейінгі уақытты айтайықшы, соны аман-есен өтіп алсын деп білейміз. Ары қарай уақыт көрсетеді. Евроға міндетті түрде бізде тағы да ЖЖ қосылуы мүмкін. ЖЖ де паспорт алып жатыр, мысалы. Мен балалардан сұрадым, жігіттер ЖЖ қосылса реніш жоқ па деп, кейбір балалардан. Жоқ, бізге қазір таңда керек деп жатыр, өйткені ЖЖ-сін себері керек, өйткені бұл Европа чемпионаты Лео Дуглас Игиталарға соңғы ғой дейді, олар кеткеннен кейін кім орнын басады деген сияқты. Енді Эдсон мен ЖЖ қалады ғой, басқа ешкім қалмайды. Денис, өздеріңіз естіген шығарсыздар, алдында мен де жазын подкасттарда айтқан болатынбыз, Пальмаға кетіп бар жатыр деген сияқты. Денис қалу керек еді. Мысалы енді бірақ бізде Атантаев, Нарун, Жеткірбаевтар бар. Енді Игитаның орнын басатын әртүрлі пікірлер айтылуы мүмкін, бірақ бізге шыны керек Игитамен енді немесе балаларға бір психологиялық бір жеңіл сезіну керек па, бір кішкене еркіндік керек сияқты, өйткені жақсы тұратын балалар, бауырларымыз бір психологиялық қысым бар сияқты Игитаның орнында тұрған ше. Сол мүмкін Игита кеткеннен кейін кішкене жеңілдеп басқаша тұрар ма, әйтпесе мысалы Атантаев ішкі чемпионатта 5-ші ойыншы болып қосылады, алыстан соққы береді, гол салады, жақсы сейвтер жасайды. Ұлттық құрамаға келген кезде кейде бір жақсы ойнайды, кейде ойын жүрмей қалады. Нарунда да дәл солай. Жеткірбаевта да дәл солайды. Мүмкін Игита мысы баса ма, Игитаның орны деп мына жерде қалып кеткен ба, мысалы ше. Мүмкін ол да уақыт өте келе ол психологиялық бір еңсеру пайда болады деген ойдамыз. Ал ішкі чемпионат қызу тартысты. Қайрат енді чемпиондар лигасының финалында ойнайды. Біз Қазақстан келесі жылы чемпиондар лигасының финалдық кезеңін өткізуге өз өтінімізді бердік. Келесі жылға? Біз бердік. Біз U19 өткізуге де 27-ші жылы өтінім бердік. Бұл жерде енді біз өтімізді бердік, дайынбыз, бүкіл нәрсеміз көрсетіп жатырмыз. Ары қарай енді жолдың алшақтығы, мысалы кейбір ол жақта дауыс береді ғой. Иә. Кейбіреулер алыс деуі мүмкін да. Сол жағынан дауыс берген кезде ұтылып қалуымыз мүмкін. Оны ары қарай лабиринт ету керек. Ол да үлкен жұмыс. Бәрі алда үлкен көп. Футзалда да жасайтын жұмыстар өте көп. Мысалы, ішкі чемпионатта 1-ші лига бар, тағысын тағы. Одан кейін ұлттық құрама U19. Мен U19 мен Португалияда болдым мысалы. Біз Беларусь жеңдік, жарайды. Франция мен Португалиядан кем ойнаған жоқ. Ол жаққа да балаларға мен бір түсінген тек таблода ғана жеңіліп тұрмыз. Не керек?
тәжірибе керек. Мысалы Испания мен Португалия, Франциялар бір-бірімен географиялық тұрғыда жақын болғаннан кейін шығын аз кетеді. Автобусқа отырып, самолетқа отырып 1,5 сағатта ұшып барады да, жылына 8-9 рет ойнайды. Бірі-бірін көріп өседі, біліп өседі, бірі-бірін зерттеп өседі. Біз мына жақта Қырғызстан, Беларусь, сол ары кетсе Ресеймен ойнаймыз. Бізде тактика, мектеп жақсы болуы мүмкін, бірақ бізде практика болмауы мүмкін. Біз ана жаққа апарып тұру үшін әрқайсысына 30-40 миллион кетеді жолға. Осы жағында үлкен вопрос, ойлануымыз керек. Біз сол үшін бүкіл алаңда белсенді болуымыз керек. Сыртқа шығатын ақшаны да тауып аямай жіберіп отыруымыз керек. Қазақстанға да үлкен футзалдан эвенттер ұйымдастыру, ол үлкен футболға да қатысты. Соған келе жатырмыз. Чемпионда не бар, соның бәрін өткізіп, жалпы балаларымызды өсіруіміз керек қой. Енді бапкерлік құраммен бапкер U19 КК болды, енді ары қарай Умбаевтың да уақыты келетқан шығар Ақтөбедегі. Оған да мүмкіндік беру керек. Біздің отандық бапкер Аслан қалай жұмыс істеп жатыр, Димаш Сүлейменов ағамыз қалай жұмыс істеп жатыр. Көп қой, Смолин жүр, Павел Таку, оларды шақырып отырып штабқа өсет, Дәурен Нұрғожин бар. Сондықтан бұл спад, ол уақытша кезең, бұдан да өтеміз, еңсереміз. КК өтпелі ойынға дейін жаңа бір схема алып келеді деп ойлаймыз. Таңғалдыру керек, біз өзіміздің жеңісті жолымызды жалғастыруымыз керек. Біз өтпелі ойындарды өтіп Европа чемпионатын жолдама алуымыз керек. Европа чемпионатында енді 4 көзіміз түгел, 4-те түгел болып, құрамында ешқандай жарақат жоқ. Less dance болады. Мен кеше өтпелі ойынға өткеннен кейін әр ойыншымен жеке сөйлесіп шықтым. Дугласпен де сөйлесіп шықтым. Леомен де сөйлесіп, Игита да алға. Бәрі жұлып жиын деп тұр. Арнольд, бәрімен сөйлесіп шықтым. Барлығы дайымыз, болды, ойнаймыз, бітті, болды. Еркелеген жетеді деді. Нұрсұлтан, рахмет, келгеніне өте бір жақсы әңгіме болды. Құрметті көрермендер, осылайша бүгінгі біздің шығарылым аяқталды. Егер бұл шығарылым ұнаса, міндетті түрде біздің каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ал біз сіздермен бүгінше қоштасамыз. Сау саламатта болыңыздар.